или егер отыратын болса, отырған кезде столдың үстіне қойып, мына қойған біздің мына манжеткаларымыз жүректің тұсында болу керек. Или бізде мынаны алып егер жатқан ауыр болатын болса, міне мынау манжетка давлениенікі, қолына кигіземіз. Екі қолында давлениесін өлшеуіміз керек, тек біреуіне емес, екеуінде. Қолына кигіземіз. Қолына кигізіп, мына жерде локтевой сгиб деген бар. Шынтақтың мына жерде бүгілетін жері бар. Білесіңдер ғой, да? Шынтақтың бүгілетін жерінен 2 сантиметр жоғарыда тұру керек мына манжетка. Түсіндіңдер ма? Мына жерде бүгіліп тұрған жер болса 2 сантиметр жоғарыда тұру керек. Сөйтіп манжетканы аламыз. Сөйтіп ораймыз. Ораған кезде мына қолдың арасынан биткенде манжетпен мына қолдың ортасынан бір мына палец дейміз ғой, бір бармақ сиятындай болу керек. Қатты қысып тастауға да болмайды, или кең қылып қоюға да болмайды. Бір бармақ сиятындай болу керек. Сол кезде бізде нормальный давлениені көрсетеді. Нормальный көрсетеді, давлениенің ауытқуы бар ма жоқ па. Сосын осыны қойғаннан кейін міндетті түрде біз қан қысымын өлшейміз. Қан қысымының жоғары